Сәлем қыздар, бүгін осындай ең әдемі заколка дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай алдын ала кесіп дайындап қойған қағаздар қажет болады. Және заколка автомат, клей пистолет және де кез келген мата түрі жарай береді. Енді жаңа видеода алдын ала көрсетілген лекала қағазымызды пайдаланамыз. Яғни 17-де 15 сантиметрлік қағаздан 2 штук қажет болады бұл. Яғни екі қанатына астына салбырап тұратын жері бар ғой, сол жерге арналған мата. 2 штугын әдемілеп дайындап кесіп аламыз. Алдын ала осындай қағаздарды жаңағыдай лекала етіп кесіп қойғандарыңыз жөн, өйткені кез келген кезде жаңағыдай қайтадан өлшеп жатпай, дәл осы қағазды матаның бетіне қойып кесіп ала беруге ыңғайлы. Және осылай 4-ші бөлік матаны кесіп аламыз. Болды, маталар жағынан дәл осы маталарды ғана аламыз. 4 бөлік мата ғана қажет болады. Барлығын ұзындығы бойынша бір-біріне теріс қаратып аламыз. Және осындай 2 бірдей матамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай бір ұшын қайырып белгілеп аламыз. Енді матамызды швейный машинканың көмегімен тігіп шығамыз. Яғни мынау ең ұзын бөлігі жақсылап тігіп шықтық. Бір тігіспен, ұзын бір тігіспен. Екінші жаңағы 2 қанатына арналған 2 ұшын осылай белгілеп алған матамыз. Осылай ұшына қарай жаңағыдай белгілеген жеріміз бойынша тігемізде артық жерін кесіп тастаймыз. Енді 2-ші бөлігін тігіп шығамыз да дәл жаңағыдай бұның да ұшын кесіп тастайтын боламыз. Сонымен бізде бар болғаны осындай 4 бөлік мата ғана қажет. Артық жіптерінің барлығын кесіп отырамыз, қыздар. Швейный машинкаңыз болмаса, проба есебінде бірінші қолмен тігіп те жасап көріңіздер. Енді барлығын оң қаратамыз және де матамыздың барлығын әдемілеп үтіктеп шығамыз. Егер де жаңағы ұшы бар матамыздың оңғарылу қиын болса, осылай бір қаламның не болмаса палочканың көмегімен барынша ұшын үшкір етіп шығаруға тырысамыз. Және ең соңғы, ең кішкентай бөлігін оңғаратып аламыз. Ол кішкене қиындау, бірақ қаламның көмегімен тезірек жасауға болады. Дәл осылай тігісін дәл ортасына түсіріп, үтіктің көмегімен жақсылап үтіктеп аламыз. Ұшы бар 2 бөлікті де барынша жан-жақтағы ұштарын шығарып тұрып, барынша аккуратны жасауға тырысамыз. Барлық маталарымызды үтіктеп болғаннан кейін уже қазір заколка етіп жинайтын боламыз. Ең кішкентай бөліктің де тігісін дәл ортасына түсіріп тұрып үтіктейміз. Одан кейін осы ұшы бар 2 матаны бірдей ұзындықта етіп өлшеп алып артығын кесіп тастаймыз. Енді ең ұзын бөлік матаның дәл қақ ортасын инемен шаншып белгілеп аламыз да 2 ұшын көріп тұрғандарыңыздай жаңағы инеден сәл асырып дәл ортасын жаңағыдай инемен тағы да шаншып аламын. Артық жіптерінің барлығын кесіп тастаймын. Бұл менде атлас матасы болғандықтан сетінегіш болып келеді. Енді жаңағы ине қойған жерімізді машинканың көмегімен, не болмаса қолдың көмегімен бір тігіп шығамыз. Жаңағыдай ұштары шығып кетпес үшін. Бұл жаңағы бантик болып тұратын жері, ең ұзын матамыз бантик болып тұратын мата. Енді жаңағы бантигімізді әдемілеп осылай жиырма жасаймыз. Жиырма жасап болғаннан кейін жақсылап оны орап-орап жіптің көмегімен ажырап кетпейтіндей етіп барынша қатты қысып орап аламыз. Мінекей бантымыз дайын. Енді 2 қанатын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай көктеп 1 сантиметрдей орын қалдырып жақсылап көктеп шығамыз да қатты тартып тастамаңыздар, бірақ тартылып тұру керек. Қазір көретін боласыздар. Осылай тігіп аламыз. Мен барынша қатты тартқан жоқпын, кішкене бостап жібердім. Қатты бос болуға да болмайды.
Енді барлығын жинайтын боламыз. Яғни жаңағы бантиктің теріс жақ беті бар ғой, сол жақ бетке ортасынан горячий клей жабыстырып, оның үстіне жаңа екі қанатымыз жабыстырамыз. Оның үстіне видеода көріп тұрғандарыңыздай теріс жақ бетін ішке қаратып, ең кішкентай бөлікті қойып жабыстырдық. Оның үстінен уже заколканы жабыстырамыз. Ыстық клеймен жұмыс жасағанда абай болыңыздар. Артық жеріне ағып кетпесін, тамып кетпесін, өте аккуратны жасауға тырысыңыздар. Сыртқы жақ бөлігінен бір жабыстырып алдым. Енді заколканың ішкі жақ бөлігінде темірдің астынан өткізіп жібереміз. Видеода байқағандарыңызда енді екінші ұшын осылай ішке қайырып тұрып, уже көрінбейтін, білінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Бұл ең соңғы тігісі. Осылай тігіп болғаннан кейін уже біздің жаңағы заколкамыз дайын болады уже. Барынша майда етіп, ең жіңішке инемен, білінбейтін тігіспен, көрінбейтін тігіспен аккуратно тігіп шығасыздар. Сонымен біздің уже заколкамыз дайын болады. Өте аккуратны көрінеді, барынша аккуратны жасауға тырысыңыздар. Базардағы заколкалар сияқты емес, клейінен ажырап кететін заколка емес, барлық жерінен тігіспен тігілген, горячий клеймен жақсылап жабыстырылған. Сол себепті сенімді түрде сата берсеңіздер болады. Бұл заколка сізге ұзағынан қызмет көрсетеді. Өзімнің қыздарыма және өзімде дәл осы өзімнің қолымнан шыққан заколканы тағып пайдаланамыз. Сырт көзге де өте әдемі көрінеді, әрі аккуратны көрінеді және богаты көрінеді. Жасап көріңіздер. Сіздерден фото, видео, отчет күтемін. Бұны сатсаңыздар да әжептәуір бизнес жасауға болады. Барынша аккуратны жасасаңыздар, сол құрылым сіздің жұмысыңыз бағалы, қымбат көрінетін болады. Сіздерге қайырлы білім болсын.